құрметті ата-аналар мен бүлдіршіндер. 74 жылдық тарихы бар киелі өнер ордасында 1010 бала қамтылған, 54 педагог, 56 үйірме нәтижелі жұмыс жасауда. Олай болса, көрермендерімізді көп күттірмей, концертімізді бастайық Нұрсұлтан. Ендеше біз бастаймыз. Сен қазақсың, бір Алланың құлысың, адам құл болғаны құрысын. Сен қазақсың, ғарышкерсің, жанаспан, өрелесің, өз орнынан таласқан. Төрге лайық, бар қасқасың, мықтысың, төрткүл дүние саясатта санасқан. Сен қазақсың, қазақ едің туғанда, онда дүние тағылымынан үлгі алда. Ата жұрттан, ана тілден айырылма, төменде күн, төменде жер тұрғанда. Жеңіске біз, армандап жол ашады. Ол менен қызбыз, ертеңі біз, елімнің болашағы. Арманы азат, оқуда озат, бәріне үлгереміз. Гүл шоғын терген қазақта елмен, біз өсіп өркелеміз. Жарқырай бер, асқақтай бер, жасқар белім, аққан болат, дархан жүз дариям, ақ бесік алтын ұям. Оқушыларын қолдап келген Көкпекті аудан әкімінің орынбасары Сүйесінов Мақсат Сайлауғазыұлына құттықтау сөз кезегін береміз. Балалар шығармашылық орталығының 23-24 жылғы есеп беру концертіне қош келдіңіздер деймін. Мына Бауыржан Момышұлы айтқан екен, өнер рухани азық және келешек және болашақ деген екен. Мына балаларымыз болашағымыз. Осы балаларға шығармашылық табыс тілейміз. Осы мекемені басқарып отырған басшылық құрамға рахметімізді айтамыз. Ауыл әкімі Алғазинов Қайрат Алғазыұлына сөз кезегін береміз. Ауылдық округінің, район, ауданның намысын қорғап, Абай облысында гран-при, облыс бойынша гран-приді алып келді. Өте жақсы нәтиже. Бұл Асқар Дүйсенбек үшін және осындағы отырған ұстаздардың, оқушылардың талмай еңбегі деп есептейміз. Алғыс хат, құрметті Асқар Дүйсенбекұлы және оқушылар шығармашылық сарайының ұжымы, сіздерді 2023-2024 жыл оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Көкпекті ауданын абаттандыру, көркейтіп өніне Осы өнер ұжымын басқарып, шәкірттердің жетістікке жетулеріне үлес қосып жүрген оқушылар шығармашылық сарайының директоры Сүлейменов Асқар Дүйсенбекұлын құттықтау сөз кезегіне құрмет, қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті өнерсүйер қауым, құрметті жерлестер, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Бүгін міне 2022-2024 оқу жылының есеп беру концертіне қош келдіңіздер. Бүгін ата-аналардың алдында есеп беруде біздің педагогтарымыз. Жылды қорытындылай отыра республикалық, халықаралық байқаулардың жүлдегерлері және осында дарынды, өнерлі, өнерпаз оқушылардың өнерін көруге тағы да қош келдіңіздер деймін.
Ишаретті есту қабілеті дарыған өнерпаз, скрипка аспабын жетік меңгерген. Демек, қарсы алыңыздар. Ридинг шығармасы, концерт, семинар орындайтын скрипка үйірмесінің оқушысы Калиева Азикен, жетекшісі Абсалямова Гүлнар Керемхан қызы. Yürekte tepeder ki olsa, tuğan jер жанымның
Амбанын бере аңлақтаған туған жерім дегенде жүрегім әпкелегенде жүрегім биге болмады жүрегімді сен қағады. Адам мен жер, еменің тамыры мен сабағы, қансыраса адамы жер жаны да жаралы. Жерге сіңер адамның шаттығы да кегіде, туса адамның қалауы сау қалмайды жерде. Бірақ алмай бақты жер қуырып шөлдесе, адамдардың жанына құрт түскен ендеше. Әлем тыныштықты қалайды. 9 ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. 6 қат аспан астында анамдай адам болмайды, анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жаны апам, мақтадан мамық аулаған. Анамның жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды алла көп санар, әкенің сөзі оқ шығар, анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар.
Сау болыңыздар, құрметті ата-аналар, құрметті қонақтар.